Мен филология факультеті қазақ тіл білімі кафедрасында профессор болып жұмыс істеймін. Енді Алланың берген жасымен біз 70-ке келдім. Соған байланысты шәкірттерім, кафедраның ұжымы барлықтары бірігіп, осы менің осы мерейтойға арнап жоспарлап шығарған кітаптарымның тұсаукесерін өткізейін деп жатыр. Мұнда бірнеше кітап бар. Ең бастысы өзім көптен бері жинап жүрген сөздігім материалдары біраз толыққаннан кейін қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі деген ішінде 1700 единица енген фразеологиялық сөздікті дайындадым. Ол біздің ұлттық университеттің баспасынан шықты. Екінші кітабым сол мен лексикология, фразеология саласында мамандап жүргеннен кейін сол фразеологиялық материалдардың негізінде соңғы жетістіктерді ескере отырып фразеология саласында содан қазақ фразеологиясы лингвистикалық парадигмаларда деген монографияны сол үлкен жинақ бар. Ол жинақтың ішінде бүкіл түркі тілдес халықтардың ғалымдары әр жерден жинап жіберген материалдарының барлығы өз тілдерінде, мысалы түрік тілінде мақала бар, өзбек тілінде бар, башқұрт тілінде, қарақалпақ тілінде, якут тілінде, татар тілінде, қырғыз тілінде осындай түркі тілдердің өз ана тілдерінде мақалаларды әдейі солай жинастырдық. Өйткені бұл жинақ кітапханаларда болады, таратылды. Сосын әрбір мақала берген авторлардың қолдарына жіберілді. Сонда жаңағы жинақтың ішіндегі тек қана орысша немесе қазақша, ағылшынша емес, түркі тілдерінде жарияланған. Өзім сол үшін сондай өзім сондай қатты қуандым, риза болдым жинақтың солай шыққанына. Мен сонау 1992 жылы Қазақстанға келгенмін. Сол келген жылы Казгудың дайындық факультетіне түскенмін қазақ тілінде. Содан кейін журналистика факультетін бітірдім. Мен енді айтайын дегенім, апамды мен 1992 жылдан бастап білемін. Гүлдархан апай бізге қазақ тілін үйреткен кісі. Осы Қазақстанға адаптация жасауда, жалпы қазақтың салт дәстүрін үйренуде бізге үлкен көмегі тиген. Сол кездің өзінде сосын осындағы біздің апамызға айналып кеткен. Ол кісінің бірнеше рет үйінде шай ішкеніміз, және ол кісімен сырласып, осы күнделікті өмір жайында да, жалпы ғылыми жағынан да ол кісі енді терең адам, сондықтан да ылғи ол кісінің ақылына жаңағыдай кеңес сұрап тұратынбыз. Сондықтан мен ол кісінің 70 жылдық мерейтойын шын жүректен құттықтаймын. Осы күнге дейін жасап жатқан еңбектері жемісті болсын. Енді 70 жылдық еңбегі, 70 жасқа дейін жасап жатқан еңбегі одан кейінгі 700 жылға азық болсын деп тілеймін. Бұл кісі сол Қаршадай кезінен кешегі Рабиға Сыздықова апаларымыздың ізін басып, өмірін өзінің жалпы отбасынан бөлек негізгі өмірін ғылымға арнаған ірі тұлғаларымыздың бірі. Сондықтан тіл ғылымындағы еңбегі енді белгілі деңгейде ғылыми дәрежелермен бағаланып та жатыр. Сан мыңдаған оқып жатқан студенттеріміз, талапкерлер болсын, ғалымдар болсын, аспирантурада, докторлық бағытта қаншама шәкірттер тәрбиеленіп, солар Қазақстанның әр елінде жоғары оқу орындарында тілші ғалым ретінде еңбек етіп жатыр. Ашығын айтқан кезде біздің қоғамда тілші ғалымдардың еңбегін бүкіл бұқаралық сипатта оқиды деп айта алмаймын. Өйткені себебі бұл бір көркем әдебиет емес, бірақ осы дүниенің ішінде қаншама жанкештілік дүние бар, қаншама сан 10, 20, 30 жылдап архивте отырып, көзінің майын тауысып, қазақтың әрбір бір сөзі үшін сан мыңдаған деректерді алып шықты. Соны жүйелеп, кітапқа түсіріп, оны ғылыми негізге айналдырып, академиялық діңгегін тауып, осы ұрпаққа табыстырып отқан негізгі үлкен ғалымдарымыз. Сондықтан қазақтың тілі жалпы ғылым тіліне айналу жолында біздің тілші ғалымдар үлкен еңбек сіңіріп жатыр. Соның бірі Гүлдархан апайымыз, еңбегі жансын.